Ассалаумағалейкум достар, қош келдіңдер менің каналыма. Сіздермен Ахметолда Ақжол. Достар, бүгінгі сабағымыздың аты копия жасау, яғни копирование. Копияның бірнеше түрлері бар. Достар, мен сіздерге өзім ұнайтын бір элемент сызып аламын, яғни кез келген элемент сызып аламын. Мысалға, осындай элемент сызып алайық қазір. Қояйық. Достар, мінекей элемент сызып алдым, өзіме ұнайтын, немесе проектпен жұмыс жасасаңыздар, немесе исполнительный схема жасасаңыздар да осы сабақта копияны пайдалануға болады. Достар, бірінші копия, яғни бізде өте оңай, яғни элемент белгілеп аламыз, белгілегеннен кейін панельдің үстінде копировать деп тұрады, немесе командная строкаға копия деп жазсаңыздар да болады. Базовый точка біреуді таңдаймыз, таңдағаннан кейін келесі екінші точканы кез келген жерге қоюға болады, немесе 90 градуста қоюға болады. Өзіміз білеміз. Осы жерге қойдық, өзіме ұнайтын, яғни осылай копия жасауға болады, достар. Келесі копияның түрі, яғни буфер обмен. Мысалға, екі лист ашып алдық, екінші листта біздің жұмысымыз тоже. Яғни бірінші листіміз, яғни бірінші листта, яғни мына затты, элементті екінші листқа копия жасау үшін буфер обменға, яғни Ctrl-S-ті басамыз, екінші чертежға кіреміз, кіргеннен кейін Ctrl-V басқан кезде, яғни осы элементті копия жасап алып келетін боламыз. Өте оңай, достар. Келесі, яғни біздің копиямыз, яғни несколько окнами, яғни бірнеше терезелермен жасауға болады. Ол үшін панельге барамызда вид деген бар, сол видті басамыз, және оң жағында сверху вниз, слева направо деп тұрады. Бізге слева направо керек, сверху внизда жұмыс жасауға керек болады. Слева направо басамыз, яғни достар, мінекей енді бірінші чертеждан элементті белгілейміз. Белгілегеннен кейін мышканың оң жағын басып, яғни осы біздің екінші чертежға апаруға болады. Осы кезде қойған кезде сұрайды бізден копировать сюда, немесе вставить как блок исходными координатами деп шығып тұрады. Яғни бізде копировать сюда деп бассақ, ол яғни қай жерге қойдық, сол жерге қойылады. Как блок десе, ол да сол жерге қойылады, бірақ блок болып қалады. Исходными координатами деген ол яғни біз бірінші чертеждағы қандай исходный координатпен тұр, сондай жерге барып қойылады деген сөз. Бізге копировать сюда деген керек, яғни осыны баса саламыз. Енді достар, мынау керек емес, бізге қазір өшіріп тастайық. Достар, бізде келесі копиямыз, яғни через интернет. Яғни Google-ға кіреміз, кіргеннен кейін кез келген жазу таңдаймыз да, мышканың сол жағын басып автокадқа саламыз. Салғаннан кейін, мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай жазуымыз түседі, оны үстінен 2 рет басып, оң жағындағы батырмамен оңға солға жылжытып, өзімізге ыңғайлы жасауға болады. Осылай және картинкаларды, суреттерді көшіріп алуға болады копия жасап. Достар, енді бізде келесі ол яғни зеркало копия, және мына элементті керек емес, өшіріп тастаймыз. Мысалға, кез келген элемент алайық. Мысалға, полилиниямен бір линия сызамыз. Кез келген. Енді зеркало, яғни осы элемент белгілейміз. Белгілегеннен кейін панельді, яғни треугольник болып тұрады, үшбұрыш тәріздес, немесе отразить зеркально деп тұрады. Немесе командная строкаға да жазуға болады. Осыны белгілегеннен кейін бірінші точка белгілейміз, және де екінші точкамыз белгілеп, мінекей осылай қалдыруға болады. Осы жерде сұрайды бізден удалить исходный объект, да или нет, яғни командная строкаға жазады. Нет дейміз, яғни ол осы жерде қалады. Осылай да копия жасауға болады, достар. Келесі сместить деген копия бар бізде, яғни осы элементті белгілейміз. Белгіленгеннен кейін панель управлениеда сместить деген белгі бар. Осы сместитті басамыз. Басқаннан кейін, яғни бізден укажите расстояние, яғни арақашықты сұрайды. Қандай расстояние қоясыз? Мысалға 3000 дейік. Интерді басамыз. Мінекей достар, оңға ма, солға ма осы жылжытып қоюға болады. Мысалға маған оңға керек, басам, яғни осы жерде қалады. Немесе сместить через деген бар. Онда қайтадан элементті белгілейміз. Белгіленгеннен кейін сместитті басамыз. Басқанда, яғни командная строкада бізден сұрайды через деген басамыз. Басқаннан кейін, яғни міне стрелкамыз қалай барады, солай жылжыта беруге болады. Немесе бұл жерде расстояниеді жазуға болады.
ара қашықтықта жазуға болады. Мысалға мен 6000 деп жазамын. Интерді басамыз, яғни осы жерде мінекей қалады достар. Енді менің ойымша соңғы копия, яғни ол поворот копия деп аталады. Яғни элементті белгілейміз, белгілегеннен кейін бұл точканы белгілеп аламыз, сосын мышканың оң жағын басқан кезде, яғни копировать деген тұрады. Сол копировайтты басамыз. Енді достар, мына жерде айта кететін жай, поворот кез келген углда, яғни бұрышқа қойып копия жасауға болады. Ручнойда болады, мысалы мінекей маған керегін, немесе градуспен де жазуға болады. Мысалға осындай градус 135 мысалға интерді бассақ, қазір мінекей өте кіші мақсатта тұрған осылай болып белгіленеді. Мінекей осылай градуста қалдыра беруге болады. Достар, мінекей бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Егер де достар ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жазып сұрақ қойсаңыздар болады. Осылай сіздерге видео мен сабақтар айтып өтіп кететін боламын. Келесі сабақта жүздескенше қоштаспаймыз. Сау сәлеметте болыңыздар.